Барлығына сәлем, бұл сабақта ағылшын тілінде A әрпі қалай дыбысталатыны көрсетіледі. Ағылшын тілінде A әрпі 7 түрлі жолмен дыбысталады. Соның біріншісі осы мысалдарда көрсетілген. Cat, rack, exactly, actually, hat. Мысалда көрсетілгендей ә дыбысы. Менімен бірге қайталаңыз. Ә. Суретте көрсетілгені бұл транскрипциясы. Енді мысалдан көрейік. Actually, that cat had exactly 10 apples. Енді дыбысталудың екінші түріне көшейік. Rare, care, share, prepare. Бұл дифтонг дауыс. Дифтонг дауыс дегеніміз екі дауысты дыбыстың қосылуы. Яғни бұл жерде air деп толқын сияқты оқылады. Осы дыбысты қайталау үшін келесі сөйлемді оқиық. Prepare to share, it's rare to care. Сөйлемді тағы бір қайталап, A әрпінің келесі үшінші дыбысталу жолына көшейік. Father, rather, car. Мысалдан көрсетілгендей бұл дыбыс ұзаққа созылып айтылады. Менен кейін қайталаңыз. Father, I'd rather not go to the bar in my car. Келесі төртінші жолына көшейік. Call, tall, walk, haul. Яғни о дыбысы. Яғни ол да созылып оқылады. О. I walked through the hall and I saw the tall man calling the law.